Что? Автобус ұшты. Көтеріп қойдың. Хотя бірақ дұрыс қой, автобус ташады ғой. Кеше көрдік қой ұшқан. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Атлетико. Кеше өзі де ұшты, күлік көкке де ұшты. Челсиге қарсы жауапты матчта мүлдем басқаша ойын күткен еді. Бірақ баяғы жартас сол жартас. Бұл жолы 2 гол өткізді. Диего, не болды автобусқа? Дальше жүре алмай қалдыңдар ғой. Алдымыздан қап-қара тас кезесті. Содан өте алмадық. Не тас ол? Канте дей ма, сондай. Түсінікті. Келесі жылы күтеміз енді. Автобусты жөндеңдер. Немесе сол автобусты сатып жіберші вообще. Автобус жанымның садақасы. Челси Тухельдің қол астында әлі де болса жеңілмей келе жатыр. Яғни алғашқы 13 кездесудің барлығында жеңілмеді. Клуб тарихындағы ең үздік бапкерлік дебют. Жеңілген былай тұрсын, оның қол астында аристократтар небәрі 2 ғана гол өткізген. Сұмдық. Не деген статистика? Қорғаныстағы осыншама керемет көрсеткіштерге себептердің бірі қақпашы Эдуард Менди. Чемпиондар лигасында 6 клиншит жасаған. Челсиге гол соғайыншы деген командаларға Тухель мен Мендидің жауабы мынадай. Матчта есеп ашқан Хаким Зиеш. Ақыры гол соғуды есіне түсірді. Пас шығарған Тимо Вернер. Осы маусымда Челси үшін 10 гол соғып 7 ассист жасаған. Ұжымдағы гол пас жүйесі бойынша үздік ойыншы. Ойынға нүкте қойған Эмерсон. Сенің қызыңды әжейді, менің қызымнан өткені, менің қызым білетім. Луис Суарес Ла Лигада голдарды топырлатқанымен Элчеда сол күйі Атлетико үшін гол соқпады. Жалпы Элчеда сырт алаңда 25 матч қатарынан гол соға алмай жүр. Кешегі ойында Челси сапында Ивановичтің болмағаны қандай жақсы болды. Ашулы Суарес тістеп тастайтын бет. Матчтағы үздік ойыншы Нголо Канте. Қара маржан, сары маржандарға ортада мүлдем ойнатпады. Қара маржан, ақ маржан, сары маржан, ұмышын бәрі маржан. Осылайша Челси 2014 жылдан бері алғаш рет Чемпиондар лигасының ширек финалына өтті. Жанкүйерлерін құттықтаймыз. Тухель өткен жылғы ерлігін биыл қайталай алар ма екен? Осы жеңістен соң матчқа қатыса алмаған Жоржиньо, Силва, Маунт секілді ойыншылар трибунада тұрып қатты қуанды. Как будто Африка кубогы жеңіп алғандай. Екінші матчта еш қиындықсыз Бавария 1-4-ке өтті. Лационы бұл жолы 2-1 есебімен жеңді. Жалпы есеп 6-2. Тағы 2 гол соққанда ностальгия жасайтын еді. Әдеттегідей Левандовский гол соқты. Пенальтиден. Элчеда өткен маусымның басынан есептесек, 20 гол соққан тек Холланд пен Лёва ғана. 2-1 үздік 9-дық. Роберт 2021 жылы 16 ойында 13 гол соққан. Яғни Бавария голдардың 81,25%. Ал жалпы Левандовский осы маусымдағы 35 матчта 39 гол соғып, 8 ассист жасаған. Элчеда 96 матчта 73 гол еншісінде. Монстр деген осындай ма? Есепті еселеген Эрик Шупомотинг жай ғана гол соғып қойған жоқ. Өз есімін тарихқа жазды. Мюнхендік Байерннің Еурокубоктегі 1000-шы голы. Олардан көбірек соққан тек Барса мен Реал ғана. Матчтағы үздік ойыншы Йозуа Киммих. Голдық мүмкіндік туындатудың шебері. Чемпиондар лигасында өткен маусымның басынан есептесек 42 рет жағдай жасаған. 40-тан асырған басқа тек 2 ойыншы ғана бар. Кростың да еншісінде 42 және 40 мүмкіндік Мессиде. Киммих жарап тұр. Байерн осылайша Элчеда рекорд орнатты. Турнирде ширек финалға 19-шы мәрте жолдамалы отыр. Енді плей-оффты қорытындыласақ, 8 команда белгілі ширек финалдағы. Дортмунд, Челси, Байерн, Порту, Ман-Сити, Ливерпуль, Реал және ПСЖ. Жеребе жұма күні Нұрсұлтан уақыты бойынша таңғы сағат 5-те өтеді. 2015-2016 жылғы маусымнан бері 1-4-те 1-1 италиялық команда жоқ. Ал Реал осы маусымдағы бұл кезеңдегі жалғыз ғана Ла Лига өкілі. Және Элче тарихында тұңғыш рет бір елден 4-1 бапкер ширек финалда. Эдин Терзич, Томас Тухель, Юрген Клоп және Ханс Дитер Флик. Неліктен соңғы уақыттары неміс футболы мықты екендігін түсінген боларсыздар. Ал сіздер өздеріңіздің жеребе нұсқаларыңызды комментке жазып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау, аяқты жуып жатыңдар. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле, билесін өзгелер бұл бетпен сөз берем, ақталат маңдай тетерлеткен еңбектеп. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле, билесін өзгелер бұл бетпен сөз берем.